12 жасқа толған балаларға арналған. Аллаху акбар, Аллаху акбар. La ilaha illallah. Ассаламу алейкум, қадірлі көрермен. Бүгін қасиетті жұма күні баршаңызға Алланың нұры жаусын дейміз. Бүгінгі хабарымызды бастаймыз. Жалпылама қасиетті жұма күні қарсаңында біз ата-ананы қадірлеу тақырыбы турасында әңгіме өрбітеміз. Студиямыздың құрметті қонағы Мұнайлы аудандық Ар-Рахман мешітінің наиб имамы Ердос Ережеп ұстазымыз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Бүгін енді осы қасиетті күнге осы тақырып дәл келіп отыр. Енді ата-ананың қадірі, әрине енді ислам діні, өзіміздің дәстүріміз, ата-бабамыздан келе жатқан тәрбиеміз бойынша қашанда перзенттік парыз деген ұғым бар. Соны орындау қажетпіз, істеу керекпіз. Бірақ енді бүгінгі қоғамда түрлі жайттар орын алып жатыр. Ол да жасырын емес. Сондықтан осы турасында да әңгімелейміз. Ең алдымен ата-ананың қадірі деп жатырмыз ғой. Алдымен осы дүниеге келген сәбидің, ер баланың, қыз баланың өзінің ата-анасының алдындағы міндеті, парызы туралы айтайық. Ассаламу алейкум. Бисмилlah, алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Ата-ана жайлы, ата-ананың қадірі жайлы айтылған уақытта біздер Аллахтың қадірі жайлы мысалы қалай айтар болсақ, ата-ана жайлы һәм дәл солай айтуымыз артық болмайды. Өйткені білесіздер, хадисте бұйырылады. Ата-ананың разылығы Аллахтың разылығында, ата-ананың ашуы Аллахтың ашуында делінеді. Демек біздер ата-анамызды қадірлеп, разы қылсақ қана Аллахтың разылығына жете алған боламыз. Ал егер ата-ананы ашуландырған болсақ, қадірсіз қылған болсақ, яғни біреулер секілді өлгеннен кейін қадірін біліп жатсақ, онда біздер һәм Аллахтың ашуына да душар болған боламыз. Аллах сақтасын. Ата-ананың қадірі делінген уақытта өте маңызды. Біздер бұл бір тақырыпты, бұл бір нәрсені басымыздың үстіне қоюымыз керек болған нәрсе. Һәм аяттарда бұйырылады. Сендер Аллахқа иман келтіріңдер, және сендер ата-аналарыңа жақсылық жасаңдар деп, Аллахқа иман келтіріңдер сөзінен кейін көп аяттарда бірден ата-ана айтылады. Ата-ананы қадірлеу, ата-анаға құрмет қылу, қастерлеу бұл дініміздегі тікелей Аллахпен жасар мәміле іспетті нәрсе. Өйткені және бір хадисте бұйырылады, кімде-кімнің ата-анасы екеуі немесе екеуінің бірі жанында қартая тұра жәннатқа кіре алмаса, ол адам ет бетімен жер сүзілсін деп 3 мәрте қайталағандығы бар хадисте. Демек, адам егер қарсысында ата-анасы болатын болса, егер қадірлейтін болса, ол адамның жәннатқа кірмей қалу мүмкін емес. Қазір бұл бір хадистер, бұл бір аяттар, бір отбасы да жанданбаған үшін, орын алмаған үшін ата-ананы қадірлеу делінген нәрсе көбіне екінші орынға немесе кейінгі бір орынға қалып барады. Тіпті өзінің ата-анасын бала-шағасынан, әйелінен артық көре алмайтын халге келді. Әйтпесе біздер ата-анамыз делінген уақытта бүкіл нәрсені тастап қоюға бұйырылғанбыз. Аяттарда бұл нәрселерге көптеп дәлелдер бар екендігін білеміз. Тіпті көбімізге белгілі болған аят «Уәлә тақуллахума уффин» делінеді аятта. Ол екеуіне ешбір уақыт уф деген сөздің өзін айтпағын делінеді. Яғни біздер ата-анамыз қандай болса да уф демеуге бұйырылдық. Яғни егер уф деген бұл жана ең төменгі деңгейі ғой. Бұлай жай бір болмашы бір нәрсенің өзінде уф деп қойсақ, демек аяттағы бір нәрсені біздер жерге қалдырған боламыз. Аллах сақтасын. Ата-ананың қадірі жайлы айтылған аяттар, хадистерді сіздер том-томдап бұлай көптеп көре аласыздар. Түсінікті. Енді осы ата-ананың қадірі жалпылама ата-ана біз енді мысалға өзіміз арғы тегіміз қазақ атадан тарағасын осы әдет құрып салт дәстүрмен өстік қой.
Бізде мына көп балалы отбасыларда әдеттегідей айтылады, кенже бала үйдің, мысалы, кенжесі қара шаңырақтың иесі деп, ол әуе баста солай бекітіледі мысалға. Ал негізінде енді мысалға солай бөлуге бола ма? Мысалға, бір үйде 10 бала бар делік. Соның 10-шысы ер бала, сол бала қара шаңырақтың иесі, кемпір мен шалға, біз былайша біздің тілмен айтқанда қазіргі ата мен әкеге, ана мен әкеге қамқоршы болып қалады. Ал қалған балалар не істеу керек? Мысалға, олар енді бір шаңырақтың астында тұрмаса да, өзінің туған әкесі мен анасына қандай құрмет жасау керек? Бұл қойған сұрағыңыз да негізі өте маңызды бір сұрақ. Негізі бұрынырары тек кенжесін алып қалуымен басқасын бір айдалаға жіберді делінген бір нәрсе түсінілмейді. Біле білсеңіздер, біздер бүкілі ата-анасының жанында қалуға тырысқандығын румен тұрған ауылдардан ұғынамыз. Мысалы, бір ауылға барсақ, бүкілі мысалға жаныс, бүкілі адай, бүкіліне дулат делінген іспет. Не үшін? Өйткені бәрі туыс болған үшін бір жерде шоғырланған. Ата-анаңызға біз де қызмет қылайық деген мақсатпен бәрі бір жерде қалып қойған негізі. Менің де көбіне бұлай қазіргі таңда кейбір нәрселерден сабақ алған нәрсем, ата-анаға негізі біздер ғұмырымыздың соңына дейін құрметтеп қызмет жасауға бұйырылдық. Негізі жұмыс бабымен болсын, немесе басқалай бір мәселемен болсын, ата-анаңды алысқа қалдырып кетіп қалуың, сен ең үлкені болсаң да, үйдегі, ең үлкені болсаң да, кетіп қалуың негізі жарамайды. Бұл енді әдеп тұрғысынан қарайтын болсақ, негізі жарамайды. Хадистерде жаңағы айтқанымдай, егер жәннатты қаласақ, ол анамыздың аяғының астында, әкеміздің жанында. Сол үшін кенжесі расымен де қалады. Бұл өте бір керемет нәрсе, кенжесі қалсын. Өйткені ең еркесі болғаны, ата-анасының ең сүйіктісі болғаны көбіне кенжесі болады. Қалсын, бірақ та туған туыстары һәм сол ата-анасының үйіне жақын бір жерде шоғырлансын. Негізгі нәрсе осылай болуы қажет. Былай айтқанда жаңағыдай алыстамауымыз қажет. Мен өстім, жаңағыдай үйде кенже інім қалды, үйдегі әке-шешем сол қарайды, мен жұмысым бар, басқам бар деп, еншіңді алып кеткеннен кейін мүлде үйден ажырап кетуге болмайды дейсіз ғой. Міндетті түрде әке мен ананың жағдайын сұрап. Міндетті түрде жақын жерден негізі қоныстануы міндетті деп ойлаймын. Өйткені қазір сол бір жұмыс бабымен кетіп қалғандығы іспетті адамдар әке-шешесіне деген мәмілесін бұзып алды. Әуелгі бастағыдай бір мәміле емес. Тіпті біреулер өзінің ата-анасын өзінің есімімен де атайтын болды. Не үшін? Өте ұзақтап қалған үшін. Біреуі ата-анасы бір қалада, өзі болса мүлдем алыс бір қалада. Келсе де жылына бір рет келеді. Ол келсе, келмесе мүлдем келмейді. Ал телефонмен десе, ол телефонмен хабарласуың, негізі ол бір ата-анаңды жаңағыдай хал жағдайын сұрауың, бір қызметің болып саналды делінбейді. Ол телефонмен жасалған бір нәрсе, ол бәрі бір хадистегі айтылған бір қызметке жатпайды. Нағыз қызмет жүзбе-жүз жүздесіп, құшақтап, қолын сүюмен, бетін сүюмен, сол нәрсемен жасалады. Анаға деген қамқорлық, қызмет делінген нәрселер. Әрине, түсінікті, рахмет. Енді әрине адам болғасын әркімнің тағдыры әртүрлі ғой. Кейде көріп жатамыз, жасы біразға келсе де, отбасылық ғұмырының 20 жыл, 30 жылын артқа тастаса да бір сәби сүймеген ерлі-зайыптылар болады мысалға. Сол бір айтқанда ерекше бір нығметке қол жеткізе алмаған. Енді ол тағдыр ма, бәлкім денсаулық па, әркімде әртүрлі себеп, ешкімді кінәламаймыз. Бірақ мысалға осындай адамдар мүлде өзінің туған баласы болмайды. Кейде мысалға бірнеше жыл бойы бір жас отбасылар бала көтере алмай жүрсе, мысалға соларға да медицина мамандар кеңес береді. Бір бала асырап алыңыз деп. Бір бала бастаса, ары қарай жаңа ана мейірімділігі, әкенің махаббаты оянғаннан кейін ары қарай жалғасып кетуі мүмкін деген. Ал енді мына бала асырап алғаннан кейін, ол бала, асыранды бала, сол асырап алған кісілерге де өзінің туған әке-шешесіндей міндеті бар ма алдында? Бұл да маңызды бір сұрақ. Негізі Аллах біздерге
ненің хайырлы, ненің хайырсыз, ненің керек емес екендігін өте жақсы біледі. Егер расымен де бір әліге дейін бала көрмеген бір отбасы болатын болса, әуелге жасар нәрсесі сабырлық, және пайғамбарымыздың айтқан кеңесі, ол бір тек дәрігерлердің бір айтқан кеңесі емес, жетімді асырап алуды, жетімге қамқор болуды біздер аяттан һәм хадистерден көптеп көре аламыз. Тіпті хадисте бұйырылады, кім жетімге қамқорлық қылса, мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи бұйырады, мен ол кісімен осылай бірлес боламын дейді, яғни ертең ақыретте жанында бірге боламын делінеді. Сондай бір кісілер, бір жетімді асырап алар болса, негізі кішкентай кезінен асырап алған абзал, яғни сәби кезінен, жатқан кезінен, одан кейін де асырап алса болады, бірақ та сәби кезінен асырап алғаны жақсырақ, өйткені бала ананың сүтін емумен сүт анасы болады, өзінің анасы бетті болады бір жағынан, оның алдында еркін жүре алады жаңағыдай. Енді асырап алынған бала асырап алған ата анасына расымен де өзінің ата анасы бетті қарау міндет, өйткені ата анасының орнында бір адамдар іспетті болды ғой, енді асырап алған кісілер ата анасының жасаған бір нәрсесін жасаған үшін оған да ол ата анасы іспетті болады. Бірақ та және бір ескеретін нәрсеміз, ол ата ана асырап алған баласына шын бір әке шешесі емес екендігін айту міндетті. Өйткені тегін білу міндетті. Уақыт өте келе жаңағыдай бала болмайды да. Жан-жағын танаған кезде асыранды бала екенін айту міндетті. Асыранды бала екендігін айту міндетті. Балада ол мен асырап алған екен ғой деп бұрынғыдай бір құрметін, қадірін тастап қоймауы қажет. Өйткені ата-анасының орны бір ата-анасы секілді болды олар. Дәл солай қызмет жасау міндетті болады оларға да. Разылығын табуы, ашуынан ұзақ болуы. Түсінікті. Енді ата-ананың қадірі дегенде жаңағыдай сөз басынан айтып жатырмыз, көптеген мәліметтер. Жалпылама мына ата-ананың өзінің баласының алдында қандай міндеті болады? Ең маңызды. Өткені мысалға кейбір қоғамдағы жәйттер бар. Мысалға ата-ананың қамқорлығын көрмеген, ата-ананың жылулығын көрмеген, соның кесірінен мен де оларға ештеңе міндетті емеспін деген сөздер айтады мысалға. Сондықтан ата-аналардың да өзінің перзентінің, өзінің баласының алдында, болмаса асырап алған баласының алдында қандай міндеттері бар? Салихалы бала болып бала жетілу үшін әлбетте ата-ананың рөлі өте маңызды. Ата-ананың ең әуелгі баста сол балаға жасар нәрсесі, яғни салихалы болу үшін, ертең өздерін жақсы бір құрметтеп қадірлеу үшін ананы таңдау өте маңызды. Демек, әуелгі баста бұл бір міндет біздерге түседі. Жарыңды таңдау. Жарыңды таңдау. Кейіннен жарың ақылақты болатын болса, мінез құлқы жақсы болатын болса, сүтін емгеннен кейін сол бір мінез құлық, сол бір жақсылық балаға дариды. Одан кейінгі міндет балаға жақсы бір есім қоюымыз. Одан кейінгі бір міндет баланың тілі шыға салып, ең алғашқы ретте сол бір Аллахтың кәләмін, Аллахтың сөзін, жаңа бір сөздер айтылады, Фатиханы үйреткін дейді, ең бірінші балаға. Өйткені Фатиха сүресін білесіздер, адам ғұмырының соңына дейін қайталап өтеді. Сол ғұмырының соңына дейін қайталап өтетін сүрені сенен бұрын басқасы үйретіп қоймасын дейді. Сол секілді біздер үшін бұл сөзден үйренетін нәрсеміз, бала шағаға сол Аллахтың сөзін үйретуіміз міндетті. Хадистерде бұйырылады, балаға әдепті үйреткен кезде әуелгі баста сол пайғамбарды үйретіңдер делінеді. Қандай екендігін, және мінез құлқы қандай болғандығын, қалай бір ғұмыр сүргендігін, және оның отбасысы жайлы хабар беріңдер делінеді. Пайғамбарымыздың ғұмыры айтылуы қатты маңызды бала шағамызға. Өйткені сол нәрседен қатты әсерленеді. Отбасысы, сахабасы айтылуы керек. Кейіннен Құран үйретуді бұйырады хадисте. Және хадис соңында Құран оқушылар ертең Аллахтың аршысының көйленкесінде пайғамбарлар мен ғалымдармен бірге тұрады делінеді. Сол бір нәрселер міндеттеледі. Бала кезінен бұл нәрселер жасалуы керек. Тіпті мына бір сөздерде айтылады,
әке шеше баланы көтеріп салысымен баланы тәрбиелеу керек. Бала іште кезінде анаға жасалған міндеттелген міндет жақсы бір нәрселер тыңдап, жақсы бір сөздер сөйлеуде қатты маңызды. Кейінгі бала өскеннен кейін оның ортамы қатты маңызды. Өйткені досыңды айт, сенің қандай екендігіңнен хабар берейін делінеді ғой хадистерде. Әрине. Досы жүрер орны, оқитын оқу орны, бұл нәрселер өте маңызды бала үшін. Және соңғы нәрсе, баланың медреседе оқуын қамтамасыз етуі қажет. Яғни баланы 11 жыл бойы медресеге дайындау қажет. Медреседен кейін қалаған оқуын оқытса, сол оқудан жақсы бір маман иесі бола алады. Ал дінсіз адам бір маман иесі болса, ол міндетті түрде отырған жерін, құрған бір нәрсесін, қол астындағылардың бүкілін құртады. Имандылықты үйрету керек дейсіз ғой. Имандылықты үйрету маңызды. Түсінікті. Енді осы ата-ананың қадірі деп жатырмыз. Расында енді қанша айтсақ та ата-ананың алдындағы борышын ешкім осы өмірдің соңына дейін өтеп шыға алмас деген ойдамыз. Әрине енді ата-ананың ол туралы сөз айту, олардың көңілін табу мысалға. Қазір енді заман уақыт тапшы дейміз, жұмыс бар, қызмет бар, басқа бір шаруалар бар. Кейде бір жырақта жатқан, ауылда жатқан ата-анаңа уақыт болмай қалып жатады. Жалпылама мына ата-анаға сыйлық жасау, ата-ананың жағдайын сұрап тұру, ата-анаға хабарласып тұру қаншалықты жиі болу керек. Ата-анаға сыйлық жасау негізгі белгілі бір себеп болу керек пе? Міндетті түрде туған күнінде, мерейтойларда, әлде бұлай күнде де сыйлық беруге бола ма? Енді біздер ата-анамыз қандай мінез құлықта болмасын, яғни бүкіл жағдайда, жоғарыдағы бір сұраққа һәм қосымша, бүкіл жағдайда қызметін жасауға, құрметтеуге бұйырылдық. Ол қандай болмасын, яғни ол тіпті дінде болмаса да біздер ол кісіге құрмет жасауға бұйырылдық. Қазір сондай бір топтар ағымдар шықты. Адам мұсылманмын дейді, ата-анасы жасаған, мұсылманмын деп тұрса да жасап берген тамағын жемейтін бір дәрежеге келгендер болды. Бұл Аллах сақтасын, бұл нәрсесімен ол адамды бір жәннаттан ұзақ деп біздер жобалап айта аламыз да. Әлбетте жәннатқа кімнің кіретіндігін, кімнің ұзақ екендігін Аллах біледі. Ата-анамыз қандай болса да оған құрмет, қызмет қылуға міндеттіміз. Бұны біздер аяттан, хадистен көптеп көре аламыз. Ата-анамызға сол бір құрмет, сыйлық, мәміле ол белгілі бір күнмен шектелмейді. Негізі күнде десек те асырып айтқан болмаймыз. Біздер күнде ата-анамыздың жағдайын сұрап тұруға, күнде мәміле жасасып тұруға, күнде сыйлық бере алмасаңыз да, сөзіңіздің өзі ол ата-анаңыз үшін сыйлық болады. Бүкіл уақытта мәмілемізді жасап тұруға, құрметімізді жасап тұруға бұйырылғанбыз. Өйткені көзден ұзақтаумен, сөйлесуден де тоқтаумен, ара ұзаумен негізі көбіне бөтенсіп қалады, бұрынғыдай бір мәміле болмай қалады. Бұл нәрсеге біздер қанша рет куәміз. Бір жерден екінші бір жерге көшсек, сол көшкен жерімізде мүлдем болмаған адам іспетті боламыз мысалға. Дәл сол секілді ата-анамыздың жанынан кеткен уақытта өзімізбен өзіміз қалсақ, біздер олда мүлдем ұмытамыз ата-анамызды. Ата-анамыздың жанында мүлдем болмаған адам іспетті болып қаламыз да. Сол нәрсені сөндірмейтін нәрсе үнемі ата-анамызға хабарласып жағдайын біліп тұру, үнемі барып тұру. Негізі уақыт қанша десеңіз, бір аптадан созылмауы қажет деп ойлаймын. Түсінікті. Енді Ердос, жалпы сізді бізді білеміз, кезінде тарихымыз куә, тарихымыз айқын айтады. Мысалға қазақ даласында жетімдер үйі, қарттар үйі болған жоқ. Бірақ өкінішке қарай қазір сол бар. Енді жыл сайын әрине оның қатарындағы адамдар, сәбилер, қарттар азайып келе жатыр, бірақ десе де әлі бар. Енді осы мына қариялар үйіндегі қараусыз қалған қарттарға
өзінің бірі енді бала шағасы жоқ, бірі енді бала шағасы болса да солардан бір мейірім көрмеген жандар. Осындай кісілерге мейірімділік көрсету, сол кісілерге қамқорлық таныту қаншалықты маңызды? Жоғарыда айтқанымдай, бір отбасыда жоғарыдағы айтылған хадистер жанданбаған үшін, ол бір отбасыда болмаған үшін, діні де жоқ, діні жоқтың дымы жоқ. Адамдар сол бір хадиске ұйымаған үшін, ермеген үшін қазір жетімдер үйі бар, қарттар үйі бар. Бұл негізгі себеп сол да. Адамдар іздеу мүмкін, дүниясы болмады, басқасы болмады. Негізгі себеп ол емес. Негізгі себеп адамда пайғамбарымыздың үйреткен бір үгіт насихаттары орын алмау. Сол бір хадистер болмаған үшін қазір қарттар үйі, жетімдер үйі бар. Қарттар үйіндегі, жетімдер үйіндегі жатқан жандарға жасар көмегіміз һәм ата-анамызға жасаған көмек іспетті болады. Яғни біле білсеңіз, аяттарда көбіне олар міскіндерді тамақтандырмайтын делінген сөз мүлдем тақырыбы сай келмейтін бір Аллахқа иман келтіру мәселесінің жанында айтылады. Демек, басқаға, яғни бір қарттар үйінде болсын, жетімдер үйіндегілер болсын, бүкіліне қамқорлық жасауымыз ол бір Аллахқа иман келтірумен бірдей бір нәрселер. Қатты маңызды нәрселер. Егер жасар болсақ, нұр үстіне нұр, үлкен сауапқа кенелеміз, һәм біздің ғұмырымызды өзгертетін нәрсе бұл. Біз қарттар үйіне барумен, жетімдер үйіне барумен шүкіршіл бола аламыз, һәм сабырлы бола аламыз. Ғұмырымыз бұрынғысынан мүлдем басқашалай ағысын алады. Түсінікті. Түсінікті, Ердос ұстаз. Енді хабарымызға берілген уақытта тәмамдалып қалды. Сондықтан хабар соңында өзіңіздің осы тақырыпқа қатысты ата-ананы қадірлеу тақырыбы турасында барша көрермендерге айтар ақылыңыз, берер кеңесіңіз болса? Қорыта айтқанда, ата-ананың разылығы, Аллахтың разылығы, ата-ананың ашуы, Аллахтың ашуы. Бұл нәрсені жақсылап ұғынайық. Тіпті хадистерде бұйырылады, кім ата-анасына құрмет қылмаса, одан бет бұрса, оған жәннатта жоқ делінеді. Егер жәннатты қаласақ, бұл дүние өткінші бір дүние, уақытша бір дүние, біздер бұл дүнияға жәннаттан келдік, яғни жәннатқа қайта бару үшін келдік бұл дүнияға. Егер расымен де жәннатты қаласақ, сол жәннаттың әуелгі есігінде ата-анамыз тұрады. Барынша бізді дүнияға келген ата-анамызға қадірлеуімізді, қастерлеуімізді, құрметтеуімізді жасап қалуымыз қажет. Ата-ананың қадірін балалы болғанда білерсің делінеді. Әрине. Егер бір рет құрметсізді қылып қойсаңыз, ата-анаңыздың орнына өзіңізді бір қойып көріңіз, қандай дәрежеде боласыз. Біздер көбіне сол нәрсемен сабақ ала аламыз. Аллах субханаху ва тағала біздерді ата-анасын құрметтеген бір салихал ұрпақтардан етсін. Әмин. Әмин, Ердос ұстаз. Алла разы болсын сізге. Алтын уақытыңызды бөліп, осы көпшілік көрерменге өте жақсы әңгіме айттыңыз. Алла қаласа, сол тек қана мешітке келетін жамағаттың қатары көбейе берсін, тек жақсылықта жүздесейік дейміз. Қадірлі көрермен, бүгінгі қасиетті жұма күніне арналған хабар осымен тәмам. Баршамыздың тілеген дұға тілегімізді қабыл етіп, Алла тағала тек қана хайырлысын нәсіп етсін. Келесі жұмада сіздермен біздер аман есен жүздесейік. Ел тыныш, жұрт аман болсын. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La